Barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlarмен boks жаңалықтары videoni бастамас turib arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. Eng so'nggi жаңалықтар tек qana bizda bo'ladi. Sol uchun arnaga tirkelamiz, videoga like bosamiz do'stlar. AQShda Janibek Alimxanұлының jekpe-jek o'tетін күні men o'rni atandi. Jurnalist Jon Evans Janibek Alimxanұлының 19-shildede Wembley, Britaniyada Denzel Bentley men revansh кездесуі neliktен qarastыру керегін tushuntirdi deb xabarlaydi. The Ring jurnalisti orta salmaqda WBO және IBF тұжырымдары бойынша қазақстандық чемпион Janibek Alimxanұлы британдық Denzel Bentley мен revansh кездесуін өткізу туралы тиімді ұсыныс түсуі мүмкін. Бұл туралы Bradley Box басылымында The Ring журналисті Jon Evans мәлімдеді. WBO рейтингінде бірінші орында тұрған Bentley Janibekке 19-шілдеде Лондонда аты аңызға айналған Wembley стадионында кездесуді ұсынды. Дәл осы күні Александр Усик пен Daniel Dubois арасындағы күтілетін реванш кездесуде өтеді. Британдық бүкіләлемдік бокс ұйымы оның қазақ стиль атағы үшін міндетті бәсекелес етіп тағайындалды деп үміттенеді. Өткен айда The Ring журналисті орта салмақты нөмір 1 рейтингінде иеленген Алимханұлы Қазақстанға жеңіспен оралды және бұрын жеңілмеген, бірақ тендесі жоқ. Конголық боксшы Ануэл Нигамесинді бір жақта 5 раундты жеңіп, өз атағын сәтті қорғады деп атап өтіп кетеді Jon Evans. Оның пікірінше, Бентлиде үлкен шоуды жекпе-жек өткізуге келісу ақылды қадам болар еді. Жекпе-жектер арасындағы мұндай қысқа үзіліс 32 жастағы спортшы үшін қарқыннан өзгеру болар еді. Бірақ егер ол WBO титулын сақтап қалса, ол өзінің қорғанысы міндеттемелерін орындағаны уақыты мәселесі және мұндай жоғары деңгейдегі шоуды мынау істеуге жылдам келісім. Оған бірінші айда астам келіссөздер мен әлеуеттік ұсыныстар ұнатуы мүмкін. Еске салайық, 2022 жылдың қараша айында Janibek Bentley мен кездесіп, бірауыздық өткен болатын. Сонда бір британдық екі жекпе-жек қатарында жеңіске жетіп, кек алуды көздеп отыр. Сіздермен бокс жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең соңғы жаңалықтар тек қана бізде болады.